Сәлеметсіңдер ме балалар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 78-ші сабақ. Жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта жұрнақ пен жалғауды ажыратып үйренесіңдер. Балалар, жұрнақ пен жалғауды ажыратып білесіңдер ме? Ендеше, мына суреттерге назар аударайық. Балалар, бұл не? Балық. Бұл кім? Балықшы. Балық сөзіне ш қосымшасы қосқанда сөздің мағынасы өзгерді ме? Иә, өзгерді. Демек, ш жұрнақ екен. Бұл кім? Бала. Кімдер? Балалар. Бала сөзіне лар қосымшасы қосылғанда сөздің мағынасы өзгерді ме? Жоқ, өзгерген жоқ. Демек, лар жалғау екен. Енді балалар, 67-ші жаттығуға назар аударайық. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны, дүниежүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымұқан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі, бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымұқан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерден жұрнақ пен жалғауды тауып көріңдер. Енді балалар, мәтіндегі қарамен берілген сөздерден жұрнақ пен жалғауды ажыратып көрдіңдер ме? Сәйкес келе ме? Жарайсыңдар. 68-ші жаттығудағы сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Сөйлемдегі қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдап көріңдер. 69-ші жаттығуда өлеңді көшіріп жазыңдар. Қарамен берілген сөзді сөз құрамына талда. Палуан сөзіне бірнеше жалғау жалғап айтып көріңдер. 70-ші жаттығуда берілген әріптерден торкөзге, азықтық дақылдар мен тәттілердің атауын құрап, оқы. Артық әріптерді келесі жаққа орналастырып, қандай сөз шыққанын айт.